Жалғыз ұлдың күйігі, өмірде болған ой саларлық оқиға. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деп тегін айтылмаса керек. Есен қарттың да бір кездері үйі нағыз базар еді. 8 перзентінің 3-еуін жер қойнына тапсырғанына да біраз жылдың жүзі болыпты. 3-еуі де ер бала еді. Біреуі сүзектен қайтыс болса, екіншісі тіл көзденіп, үшіншісін жайлауда улы жәндік шағып қайтыс болған еді. Әйелі Күлпаш ішінен тынып, ұлдарының қайғысынан біраз жылға қартайып, көмірдей қара шашы, бірақ күнде аппақ қудай болған. Екеуінің көз жасын көргендей, Алла ерлі зайыптыларды ұрпақсыз қалдырмады. Біраз жыл ішінде ерлі зайыптылар 4 қызды, бір ұлды болды. 4 қыздан соң дүниеге келген ұл әке-шешесі үшін зор қуаныш еді. Сол ұлдары шаңырақ құрып ата-анасын қуантты. Көп ұзамай 2 қария немерелі болды. Немересінің есімін атасы Бақыт деп қойды. Бақыт атасының нағыз бақытына айналды. Қария тіпті немересін әке-шешесінен қызғанатын еді. Әке-шешесі сүйіп, мейірленіп, еркелетсе, қарияның шүйде басы тырысып, «Жә, жетер, құрттай балаға сонша қадалғандарың не? Білдік бала сендердікі екенін» деп өкпесін сөз арасына қыстыра кететін. Содан кейін Бақыттың атасының көзінше ерлі зайыптылар балаға еміренбейтін болды. Бақыт атасына әбден бауыр басып, кішкентайынан бастап еркек қыңыр болды. Ауылда ең көп ойыншық Бақытта болды. Атасы небір қымбат дүкен сөрелерінен табыла бермейтін ойыншықты ең әуелі немересіне алып келетін. Ауылда ең алғаш әдемі велосипедке қолы жеткенде Бақыт еді. Күләш жалғыз ұлының тәрбиесіне қатты алаңдайтын. Атасы барған сайын Бақытты тым ерке қылып, айтқанын істеп, тым босаңсытып жібергендей. Мектепке барған кезде де еркелікке салынған Бақыт сабақты да оқып қарық қылмады. Тек әріптерді танығаны болмаса, ілініп салынып 11-ші сыныпты зорға бітірді. Ата-анасы түсірген оқуды да қарық қылмаған Бақыт орта жолдан тастап кетті. Жасы келген атасы да өмірден өтті. Атасының жоқтығы ерке немере үшін тым ауыр болды. Ақыры атасының 40-нан соң әке-шешесін тыңдамаған ұлдары қалаға кетті. Бақыт қалаға келіп, қалтасындағы бар ақшаға пәтер жалдады. Қала ішінен жұмыс қараған жігіт өзі сынды қолы бос жігіттермен танысып та үлгерді. Олардың біреуі тіпті мұның қасына көшіп келіп жайғасып алды. 3 жігіттің ендігі ермегі карта мен ішімдік болды. Басында ащы судың дәмін көріп, мұрнын шиыра бас тартқан Бақыт аз уақытта бұған да үйреніп алды. Қасындағы бұзық Петя деген жігіт ұрлыққа тым жақын еді. Базар кезіп, елдің берекесін кетіретін. Кешке дейін тапқан олжасына жейтіндері мен ішімдіктерін алатын. Бақыт өз-өзіне қарауды әлде қашан қойған. Тырнақ, шашы өсіп, ащы судан күннен күнге ұсқынсыз болып бара жатты. Анасының түсіне жалғыз ұлы күнде кіріп уайымға салынды. Бақыт өзі тұрып жатқан мекен жайды ешкімге айтпады. Әйтеуір анасы байқұс шырылдап ағасының баласынан ұлының қайда тұрып жатқанын біліп алды. Ұлым аш қалмасын деп артынып-тартынып қалаға келді. Ұлын көрмегелі 3 айдың жүзі, сағыныштан жүрегі алып ұшып, Бақыттың мекен жайына келіп еді. Шет жақтағы ескі көп қабатты үйлердің бірі екен. 4-ші қабатқа көтерілгенше тынысы тарылып, сасық көгерген иістен жүрегі айныды. Есік қоңырауы шырылдағанын естіген Бақыт немқұрайлы тұрып есікті ашты. Өз көзіне өзі сенбеді. Қарсы алдындағы анасы көктен түскендей бетіне бажырая қарады. Ұлының түрін көріп, анасы шошына қарап, артынша бас салып көңілі босай, «Жарығым-ау, не болған саған? Алдағы түрің не? Ішімдік ішкенсің бе?» деп тоқтай алар емес. Бақытқа анасының тергеушідей тергегені ұнай қоймады. «Не үшін келдің? Бәрі жақсы менде?» деп балконға шығып, темекісін тұтатты. Ішке кірген анасы жайма базардай шашылып жатқан лас қараңғы бөлмеден бас айналды. Қалайда Бақытты бұл тозақтан алып кету керектігін ұқты.
Ұлын мұндай халде көрген ана жүрегі шаншып бақытқа жаны ашыды. Бақыттан ата-анасының көңілі біржола қалды. Әкесі соңғы жағдайдан кейін тіпті ұлының атын естігісі келмейді. Көңілі әбден қалған сынды. 200 мыңға шыққан алтынның ақшасының буы бақытты шаттандырып жіберді. Ішімдікпен тіске басарларын алып пәтеріне келді. Бақыттың келетінін Петя күтпеген сынды. Бірақ досының пакетіне көзі түскенде қуанып шыға келді. Жанындағы бойжеткенге көзін қысып, бәрі чеки-чеки деп қутыңдап күлімсірей қарады. Бақыт бойжеткенге қарап, сізді танымадым қарындас. Пет, бұл қонақ бұрын соңды біздің үйде келмеген сынды ғой, деп досына қарады. Петя мақтанғандай мұрнын аспанға көтере, танысып қойыңдар, бұл менің қызым Рима деп қасындағы бойжеткенді құшақтап алды. Рима қазақшаға суда екен. Бақытпен тез тіл табысып кетті. Бөтелкелес достар Риманың туған күнін тойлап таңды да атырды. Ақымақ ұлы көңіл көтеріп мәз-мейрам болып отырғанда, ауылдағы әкесі қатты сырқаттанып ауруханаға түскен еді. Жалғыз ұлдың күйігі жанымен қоса тәнінде жаралағандай. Көз жасын көлдеткен Сәбира дүниенің бәрін ұмыта, тек бас ием болатым үйімнің тірегі аман болсыншы деп кемсеңдеп ауруханада таңды атырды. Жалғыз ұлдың күйігі ақыры әкесін мүгедек етіп тынды. Инсульт алған Болат үйге келген соң ішінен тынып, ауыр ойлармен арпалысып, таң ата зорға көзілетін. Сәбира да екі оттың ортасында қалғандай, жалғыз ұлын да күйеуін де ойлады. Адам баласынан қатты көңілі қалса, екінші жібей қоймайтын күйеуі ұлын кешіре алмасы анық. Бақыт 2 жыл ішінде адам танымас күйге түсті. Ішімдіктің салдарынан аяқ қолдары дірілдеп, қара шашына ақ түскен. 2 жылдан соң барар жері болмай үйіне сүйретіліп оралды. Сәбира ұлының ұсқынсыз түрін көріп, тірі аруақ көргендей бойы мұздап, жүрегі сыздап қала берді. Үйге оралған Бақыттың соңғы күндері денсаулығы сыр беріп ауруханаға түсті. Ішімдікке салынып кеткен Бақыттың анасына дәрігерлер жағымсыз жаңалық жеткізді. Бақыт ауруын әбден асқындырып алыпты. Бауыры ісіп, 2 бүйрегі істен шыққанын ол кеш білді. Аурухана төсегіне таңылған Бақыт мүсәпір адамдай анасына жалтақтай қарайды. Өзінің өткен күнгі өкініштері өзегін өртеп жатқан сынды. Сәбира да жалғызы үшін Алладан көмек сұрап үмітін үзгісі келмеді, бірақ адамның баласы Алланың добы сынды. Ауруханада өткізген 10-шы күні Бақыттың соңғы күні еді. Көрген түстей аз ғана ғұмыры кинолента тәрізді көз алдынан өтіп жатты. Арзан күлкі мен уақытының қадірін білмегені, ата-анасын сыйламағаны жанына қатты батты. Таң ата тілі күрмелген Бақыт анашым кешірші деп соңғы сөзін айта жарық дүниемен қоштасты. Ұлының қазасы ата-анасын қатты есеңгіретіп жіберді. Сәбира ұлының қатын тауып алғанда ана жүрегі қайғымен езіліп, өзін ауасыз қараңғы қапаста қалғандай сезініп, өмірі тоқтап қалғандай болды. Әріптері қисық ұлының жазуын Сәбира көзіне жас тола тұншыға оқи бастады. Анашым, әкешім, мені кешіріңдер. Сендерге жақсы ұл бола алмадым. Екеуіңе де қасірет қайғы тарттырдым. Атамның баласы болған соң сендерді тіпті мама-папа деп те атамаппын. Әке, сен құдды көкем сияқты, ана сен жеңге сияқты болдың мен үшін. Мен атамнан басқаның махаббатын мойындағым келмейтін. Атам қайтыс болған соң мен үшін өмірдің еш мәні болмады. Атам менің бар базарымды, көңіл күндерімді өзімен бірге ала кеткенде еді. Арақты жаным ауырмау үшін ішетін едім. Күнде ішіп, ақырында маскүнем қаңғыбасқа айналдым. Денсаулығымнан айырылдым. Ақымақпын, ақымақ ұлдарыңды кешіре алсаңдар, кешіріңдер. Сендерді қатты жақсы көремін. Әттең өмірді қайта сүрсем ғой, бәрі басқаша болар еді. Екеуіңді бақытқа бөлер едім, бірақ бәрі кеш деп осы жерге дейін анық жазылған хаттың соңғы жолдарын Сәбира оқи алмады. Сия суға тиген сынды, өзегін өртеген өкінішін, көз жасын тыя алмай ақ қағаз бетіне түсірген.
Жалғыз ұлының күйігі ана жүрегіне жазылмас үлкен жара салды. Бақыт өз өмірін өзі қор қылды. Ата-анасын адам құрлы көрмеді. Соңында о дүниелік болды. Өмірде ана мен баланы сынамасын. Тым ауыр ұлының қазасына Сабираның жүрегі әлі де сене алар емес.